Ата тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Нұржанова Бақтыгүл, Қолқабаев Айдос, Тажибаев Ақылбек, Үсенова Алия, Нұрматова Алиби, Теңғозиев Елдар, Алғасиева Айгүл, Тоқтыбаев Бақтияр, Абдурахманов Арысбек, Исматова Алия, Азимов Азиз, Дауылбаев Айбек, Ишанова Нұрия, Маназаров Мадан, Мырзакулова Мунира, Станкулов Еңіз, Жанайдаров Азамат, Өзбекова Ульнескүл, Жанаділов Рүстем, Нарыбеков Дәулет, Иманбекова Наурыза, Дауылбаев Азамат, Ерлан. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Ендігі кезегімізді Абдрахманова Айжамал, Нұрматова Айна, Дауылбаева Гүлбара, Қожамкулова Айгерім, Медеубаева Сакина, Қарабаева Ділбар, Дауылбаева Алия, Жорабекова Динара, Рискулова Нұргүл, Абылова Шолпан, Салибекова Жадра, Ситкулова Нағима, Исмаилов Абдукарсыл, Нышанов Рүстем, Иманбеков Серғазы, Түлекеев Медет, Бұхарбаев Дәулет, Ашуртаев Бақытжан,
Şemat Kuan Şirma köktemde Hayvanday temizip birge okugan Endi mine kezdesті kayda beklemde Solan bir 20 жыл уақыт өткенде Өткен тау 2025-2026 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған Yüksek Marifatli Avlod 3-ші Ренессанс пойдевары атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Батырлыққа уызынан жарылған, халқымызды жалауынан таныған, өзі батыр, өзі аңшы халыққа жарасады жігер берер әнұран. Өзбекстан Республикасының әнұраны орындалсын. Жастардың рухани көз қарасын кеңейту және оларды патриотизм рухында тәрбиелеу бойынша маңызды реформалар мен практикалық жұмыстар жүргізілуде. Осы жұмыстардың нәтижесінде мектептеріміз жаңа кейіпке еніп, түлектер қоғамда лайықты орын алу үшін барлық жағдайлар жасалуда. Өзбекстан Республикасы президентінің осы жылғы бітірушілерге арналған құттықтауын оқып беру үшін сөзді Muradova Dildara Jo'rayevнаға береміз. Bugun o'z bilim va iste'dodi, kuch g'ayratini yangi O'zbekiston bunyodkori, jonajon yurtimizga munosib farzand bo'lishdek, ezgu maqsadga baxsh etishga bel bog'lagan sizlar kabi navqiron yoshlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatayotganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mehribon ustozlaringiz va ota-onalaringiz sizlarga oq yo'l tilab turgan mana shu qutlug' kunda mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Aziz o'g'il qizlarim, sizlar jonajon vatanimiz shonli tarixining bir qismi. O'z madaniyati va an'analarini asrlar davomida asrab avaylab kelayotgan buyuk xalqning dilbandlari, yangi O'zbekistonning umidi va tayanchi hisoblanasiz. Yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Davlatimizning ertangi taqdiri, uning ravnaqi va taraqqiyoti sizlarning qo'lingizda. Hech qachon orzu qilishdan to'xtamang. Katta maqsadlar yo'lida imkoniyatlaringizni sinab ko'rishdan, bu yo'lda xato qilish va ulardan saboq olishdan hech qachon qo'rqmang. Chunki xalqimiz sizlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, ishtiyoqingiz va kuchingiz nafaqat O'zbekistonni, balki butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham o'z oldingizga qo'ygan ezgu maqsadingizdan ortga chekinmang. Endilikda siz ana shu buyuk ajdodlarimizning chinakam davomchilari bo'lgan qalbi qaynoq yoshlarimizning yuksak ma'naviy va intellektual salohiyati, ularning dunyoni lol qoldiruvchi yutuqlari bilan ham faxrlanishga haqlimiz. Hech shubhasiz, hayotda yuksak natijalarga erishish uchun tinimsiz harakat, shijoat va jasorat talab etiladi.
sizlarning chuqur bilim olish, zamonaviy kasb-hunarlarni o'rganish orqali vatanimizga munosib farzandlar bo'lib yetishishingiz va uning taqdiri uchun mas'uliyatni zimmangizga olishingizga ishonaman. Sizlarga ishonch bildirib qoluvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Дей отырып, соңғы қоңырау салтанатының алғашқы құттықтау сөзі мектеп басшысы Азимбаева Балзия Тұрдықұловнаға береміз. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қадірлі қонақтар және аяулы түлектер. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі бәріміз үшін ерекше күн. Бұл күн мектеппен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын сәт. 25 мамыр білім мен тәрбиенің көрінетін қуанышты мереке. Қымбатты түлектер, сіздер мектеп қабырғасында білім алып қана қоймай, достықты, сыйластықты, адамгершілікті үйрендіңдер. Алдарында үлкен өмір жолы тұр. Қай мамандықты таңдасаңдар да елге пайдалы, жүрегі мейірімді, білімді азамат болуларға тілектеспіз. Ұстаздарға шәкіртті тәрбиелеуде қажырлы еңбектері үшін шын жүректен алғысымды айтамын. Ата-аналарға бала тәрбиесін деген қолдауы мен сенімі үшін ризашылығымызды білдіреміз. Құрметті түлектер, армандарың асқақ, қадамдарың нық болсын. Алдағы емтихандарды жоғары нәтижені көрсетіп, өмірде өз орындарыңды табуларға тілектеспін. Мектеп есігі әрқашандар сендер үшін ашық. Ал мына бүгінге келген 2005-2006 жылғы түлектерге айтатыным. Қош келіпсіздер. Сіздердің барлықтарыңыз көргенімізге өте қуаныштымыз. Барлықтарыңыз өз орындарыңызды тапқансыздар. Әрқашанда мектеп сіздер үшін ашық. Рахмет сіздерге. Барлықтарымыздың хабарымыз бар. Қаншалықты осы елге, халыққа деген қанша көмектер беріп жатырсыздар. Қанша жұмыстарды істедіңіздер. Оның бәрін айтуының қажеті де жоқ, себебі Инстаграмда барлық жерде көріп тұрды. Рахмет барлықтарыңа. Дендерің сау болсын. Әрқашанда аспанымыз ашық болсын, әлемізде тыныштық болсын. Осы мектепке келгендеріңізге рахмет барлықтарыңызға. Өзбекстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі, аудармашысы, осы мектеп қаншама жыл жас ұрпаққа білім берген мектебіміздің ардагер ұстазы Иманбеков Сапарбек ағайға сөз береміз. Армысыздар, аяулы да ардақты ата-аналар, пейілген мейірім мол ұстаздар, және де бітіргендер мен бітірушілер, мектеп табалдырғына бұлдырғана, және одан да алдын қадам басқан жас бүлдіршіндер. Бүгінгі мынау соңғы қоңырау күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Өмірлерің ұзақ болып, дендерің сау болып, отанымызға, елімізге қызмет ететін үлкен азамат болып, және де үлкен жақсы отбасылар болып жетулеріңе тілектімді білдіремін. Ал енді қарасақ өте шара үлкен, соның үшін мен көп сөз айтпаймын. Бірінші сөзім мынау өздеріңе арнап бір өлең жазып келген едім. Соны оқып беремін да бітірушілерге. Соңғы қоңырау. Мұқият тыңдаңдар. Ұстаздарды білесіңдер, бала тыныш болмаса не қылмайды да енді. Сабақ өтпейді, сол сияқты да. Өзімді өтті жас кезім, қызықты өткен сәттерім, өте шықты 11 жыл толтырып өмір дәптерін. Білім беріп ұстазым, үйретті өмір ұстамын, қалайша қиып кетеміз, ыстық қой сенің құшағың. Өткенге шолып қарасақ, кетіпті бізден балашақ, күтіп тұр бізді жаңа өмір, күтіп тұр бізді болашақ. Қош бол енді мектебім, өзіңнен нәр ап көктедім,
Сулсыңдап ұстаз қолынан өтті ғой жастық көктемін. Жанарлар жасқа толды ау, малынып жасқа омырау. Қоштасар енді сәт келді, соғылып соңғы қоңырау. Жүректерді мұң тіліп, ал біреулер күрсініп, қиялмай тұр мектебін, көздерде жас іркіліп. Қош бол енді ұстаздар, шәкірт тілін ұққандар, перзентіндей мейір беріп, баласындай құшқандар. Әр күн өтіп қарсалар, мына тұрған аршалар. Қош бол енді сыныбым, қош бол енді парталар. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, бітіргендер, бітірушілер, мына жақында ғана менің кітабым қазіргі орындаған Абдулла Арифтің әнұраны осы сол мемлекеттік сыйлықтың иегері, Өзбекстан халық ақыны және Өзбекстан қаһарманы Абдулла Арифтің кітабын 3 жыл бойы әрекет жасап мен аудардым қазақ тіліне. Міне соның тұсаукесері болды Ташкентте. Соған қатынасқан 3 оқушы бар. Мен соған өзімнің кітабымды сый етпекші едім. Фамилиясын атын ұмытып қалғандықтан мен жазбадым кітапқа кім екендіктерін әлі. Сол қыздар алға шықса дұрыс болар еді. Барып Абдулла Ариповтың өзбек тіліндегі өлеңін қазақ тілінде тамаша айтып оқып берді. Алғыстар алып сол жердегілерден. Қонақтар өте риза болды. Сол қыздар қане сол қыздар? Сандуғаш. Ташкентке барған қыздар. Пултаева. Аширбаева. Мақұл енді соңғы сөзімді айтайын. Міне менің жасым 80-ден асты. Осы мектепте 44 жыл істедім. Қазақ тілінде оқыдым. Қазақ тілінде осы жерде тыңдап, балаларға тәрбие бердім. Енді айтпақшы болғаным сендерге. Мына жас бүлдіршіндер осы мектептен талай атақты адамдар шыққан. Соның үшін тек қана сендер сол атақты адамдарға еліктеп, әрдайым солардың ізіне жүруге әрекет жасап, сендер де солардай болыңдар. Бұл жерден әнші де, спортшы да бәрі шығып жатыр, көріп тұрсыңдар, әлем чемпиондары шығып жатыр. Сендер де соларға ұқсаңдар демекшімін. Мына бітірушілер, ақ жол сендерге әрдайым жолдарың ашық болып, деген мақсаттарыңа жете беріңдер. Ал мына бітіргендер, сендер бізге ұқсап, еңбек етіп, елге, халыққа қызмет етіп, мына отбасыларымен аман есен болып, бізге ұқсап небере көріп, шөберені шұбыртып жүріп, тойлар бере беріңдер. Өмір жастарың ұзақ болсын, барлықтарың аман есен жүріңдер. Баяғыда осы балдардың барлығы жерден ұстап. Ой, мен дауыс беріп Мейлі, мынау бірінші сынып сендерді осы оқуды бітіріп атқанына құттықтаймын. Мына бітірген балалар, сендердің де осылар ұқсап келген едіңдер, мені осыншалық жасқа жеттіңдер. Менің жарым жасымда болыңдар да қаласа, бұдан да жастар ұлғая берсін, бала шағаларың көп болсын, дендерің сау болсын, ешқашан жамандық көрмеңдер. Мына жас балаларға сендер де осы ағаларың, әпшелерің ұқсап, жақсы осы халықтың азаматы болып өсе беріңдер. Оқуларың жақсы болсын, дендерің сау болсын. Апайларыңа рахмет айтып, оқып жүре беріңдер. Барлық оқушыларға да денсаулық, терең байлық тілеймін. Ағарып атқан таңдарың барлығына жақсылық әкелсін. Ешқашан жамандық болмасын. Осы мектебіміздің әйтеуір азаматы оқушысы болып, кейін елдің азаматы болып өсе беріңдер.
кезегimiz Алиева Нышангүл апайға сөз. Мектеп коллективі мінекей бір күн сіздер үшін үлкен мереке, балалармен қосып, сол мерекелерімен құттықтаймын. Мына жастарды тәрбиелеуде ешқашан шаршамаңдар. Сендерге үлкен жетістіктер тілеймін. Ал енді мына бітіруші класстар. Мінекей қанаттарыңды жайып аспанға шаршамастан ұша беріңдер. Әрбіреуің өздерің тілектеріңе жете беріңдер. Үлкен азамат иесі болыңдар. Ал енді бітіруші класстар. Мінекей бұдан 10 жыл бұрын мектепті бітіріп кеткенсіңдер мына қыздарға ұқсап. Яғни сендерге барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Біз мысалы 2024 жылы біздің класстар 55 жылдық осындай бітіру кешін өткіздік. Сендерге де сондай 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50-60 жылдықта да осындай бастарын қосылып, кездесіп жүре беріңдер. Ешқашан ұйымшылдықтарын кетпесін, тек қана жақсы күндерде бір-біріңмен қарым қатынасып жүре беріңдер. Денсаулық деймін сендерге. Ал енді бітіруші кластарға ақ жол. Мінекей мына кішкентай болып, жаңағыдай тарыдай болып кіремін, таудай болып шығамын деп отырсыңдар. Міне таудай болып шықтыңдар. Ал енді мына 10 жылдық бітіріктер бұлар таудың шыңы, ең жоғарғысы. Яғни осы аға әпкелеріңе ұқсап жолдарын берсін, әрқашан сендерге жақсылық тілеймін. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Осыларды оқытып, барлығын яғын мектеп коллективіне үлкен алғыс айтамын. Осы мұғалімдер тәрбие берген, осы мұғалімдерден дәріс ағасындар. Яғни бұларға да үлкен күш қуат тілеймін. Бұдан кейінгі де тәрбиелі жастарды жақсылап тәрбиелей беріңдер, құрметті коллектив. Пән олимпиадаларда, байқаулар мен спорттық жарыстарда қатысып, жүлделі орындарға ие болған және үлгілі мінез құлқымен құрдастарына үлгі болған оқушылар, сондай-ақ ынталы және шығармашыл мұғалімдер мектеп әкімшілігі тарапынан мадақтама қағазымен марапатталады. Hurmatli davramiz qatnashchilari, bilasiz, bizni har yili maktablar o'rtasida 53 ta maktab o'rtasida olimpiada tanlovlari bo'lib o'tadi. Unda har bir sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Mana shunday tanlovlarda bizning o'quvchilarimiz ham o'qituvchilarimizning bir sa'y harakatlari bilan yuqori o'rinlarni olishgan. Hozir shu tabrikni o'qib eshittirmoqchiman. Yosh avlodga sifatli ta'lim va tarbiya berishdagi fidokorona mehnati hamda kimyo fanidan o'quvchilarini Tulman olimpiadasida munosib tayyorlab, faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritganligi uchun kimyo fani o'qituvchisi Umarova Dinara Isroilovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Murodova Dildara Jo'rayevnani faxriy yorliqbek marapatlaymiz. Bu da olimpiadada o'quvchisi 3-o'rin olgan, respublikada olgani uchun marapatlaymiz. Yana shu bilan bir qatorda bizning maktabimizda faoliyat yuritayotgan ajoyib ustozlarimiz bor. Yosh avlodni bilimli, odobli va vatanparvar etib tarbiyalashdagi samarali mehnati, boshlang'ich ta'lim rivojiga qo'shayotgan munosib hissasi hamda ta'lim, tarbiya jarayonidagi fidoyiligi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mashtay va Darixa Useynovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan To'tayeva Janat Nazarbayevna marhamat. O'tgan faoliyati, qilayotgan ishlari bilan o'rnak bo'layotgan ustozlarimizdan Janzakova Aliya Juldasbayevna. Yana maktabimiz psixolog
ustoz, sizning bilim va tajribangiz, sabr toqatingiz hamda yuksak ma'naviyatingiz bizning kamolatimiz va kelajak sari dadal qadam tashlashimizda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Mehnatingiz doimo qadrlansin. 11-sinf rahbari Gulayxon Mirzabayeva. 10-sinf rahbari Karimbayeva Dinara. 9-sinf rahbari Jamzakova Aliya. 8-sinf rahbari Nurbek Kurdaliyev. 7-sinf rahbari Alimbekova Ahmaran. 5-sinf Altayeva To'ygur. 4-sinf Jamzakova Balnur. 3-sinf Nishanova Ayken. 2-sinf To'tayeva Janar. Va oxirgi 1-sinf o'qituvchimiz Mashtayeva Darixa. Oxirgi faxriy yorliqlarimizdan bizda bilasiz, maktablar o'rtasida katta tanlovlar o'tkaziladi. Shunday tanlovlardan biri Turon teatri hozirgi kundagi eng dolzarblardan bo'lib qoldi. Shunda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 9-sonli umumta'lim maktabda tashkil etilgan Turon teatrida yuqori iste'dodi hamda tanlovlardagi faol ishtiroki uchun 9-sinf o'quvchisi Turonov Beksultan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Hozirgi кезекті Паргөз Uzumshari Ақсақалы Айнашева Мақпал Резалиевнаға береміз. Tağda götürüşler, 20 жылдық, 10 жылдық қонақтарымыз. Бүгінгі соңғы қоңырау бәрімізге құтты болсын. Бітіріп жатқан 11-лерге тек қана алға, жақсы оқуларға түсіп, биіктерден көріне беріп тілейміз. Директор Гүлфия рахмет оқытушыларға осыншалықты білім беріп, оқушыларды ұшырып жатқандары үшін 20 жылдықтарға, 10 жылдықтарға үлкен алғысымыз бар. Мақаламыз үшін үлкен арқа жасап берді. Бұдан кейін де бірлігіміз кетпестен жақсы осындай биіктерден көріне беріп, биіктіктер бола берсін бізде. Келесі сөзді Амантаев Бекет ағайға береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар, қадірлі ата-аналар, ұлағатты ұстаздар. Барлықтарыңызды бүгінгі 2025-26 жыл оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. 10 жылдық, 20 жылдық ағалар құтты болсын. Бітіруші түлектерге имтихандарды тапсырып, университеттерге түсуіне тілектеспіз. Енді біздің Yoshlar agentligining tabrigi бар еді, соны оқып естіруге рұқсат етесіздер. Құрметті Azimbayeva Balziyat Turdikulовна, sizni hamda siz orqali ta'lim olayotgan barcha o'quvchi yoshlarni 2025-2026 o'quv yilining muvaffaqiyatli yakuni va so'nggi qo'ng'iroq bayrami munosabati bilan Bo'stonliq tumani Yoshlar ishlari bo'limi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan rivoji, sport va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish hamda yosh avlodning kamol topishi uchun mahalladagi yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda
yuksak mas'uliyat, fidoyilik va sabr bilan olib borayotgan faoliyatingiz tufayli bilimli, vatanparvar, ma'naviy, barkamol yoshlar voyaga yetmoqda. Ta'lim-tarbiya yo'lidagi mashaqqatli mehnatingiz, o'quvchilarga berayotgan bilim va hayotiy saboqlaringiz yuksak ehtiromga loyiqdir. Siz tarbiyalayotgan yoshlar kelgusida yangi O'zbekiston ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan yetuk mutaxassislar bo'lib, kamol topishiga ishonamiz. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat, mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. O'quvchi yoshlarga esa kelgusi hayot yo'lida omad, yuksak marralar, porloq kelajak tilab qolamiz. Sizga ushbu mehnatingiz uchun Bo'stonliq tumani yoshlar ishlari bo'limi o'z minnatdorchiligini bildiradi. Biz azg'ina kech qoldik, kechirim so'raymiz. Bizga 2 maktab bo'lib qoldi. 5-maktabimizga qo'shilgani uchun birinchi xabarlar. Xuddi shunday matnda hurmatli Aminova Zamira Sherboyevdan tag'i bir apayimiz var. Buni raqs bilasizlar, hurmatli Umarova Dinara Isroilovdan. Абзал жандар биік тұлға байсалады. Құшақ жайып төл мереке қарсы алады. Түлектерге жарқын тілек білдіріп, құттықтайды бүлдіршіндер баршаңды деп, құттықтау сөз кезегі бірінші сынып бүлдіршіндеріне береміз. Аға әпкелер, бүгінгі соңғы қоңырау үлкен өмірге қадам басуларыңыз құтты болсын. 11 жыл бойы мектептің мақтаншы болып бізге үлгі көрсеттіңіздер. Қалаған оқу орындарыңызға, грантқа түсулеріңізге тілектеспіз. Ешқашан қанаттарыңыз талмасын, армандарыңыз асқақ болсын. Біз сіздерді жақсы көреміз. Емтихандардан тек жоғары бар арманға қадам. Дана сөз ер болсын, ар ойлаған бай болсын. Ең бастысы адам, атымызға бай бол. Мектепте ұшқан тілектер, оңды болсын қадамың. Жаңа өмір шатқа келіп, орындалсын арманың. Абыройып асқан көп өмірден бақыт табатыз. Шашамағын талмағын, биік өрлі салғағын, оқушылық өмірді студентке жалғағын. Ақ жол тілектер таңдаған мамандықтарыңыз, кәсіби маманы болыңыздар. Мектептің атын шығарар, еліміздің мақтанышы болыңыздар. Ағалар мен әпкелер, енді кезекте студенттік өмірдің қызығын мен қиындығын қатар көріп білім шыңын бағындыруға тілекшіміз. Оқуларыңыз оңай болсын, достарыңыз адал болсын. Ең бастысы адамгершіліктеріңізден айырылмай биіктен көріне беріңіздер. Міне бүгінгі соңғы қоңыраумен барлықтарыңызды құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Алма бүгін бітіріп жатқан 11 сыныпты сендерді құттықтаймын. Жаңағы балалар айтқандай грантқа оқуға түсіп кетіңдер, жолдарың ашық болсын. Алма біздің 20 жылдыққа келген қонақтарымыз, қыздарымыз. Барлықтарың естеріңе түсіп тұрған шығар. Сендерді де құттықтаймын. Барлығың ата-ана, бір үйдің жанұяның отбасы болып, жақсы өмір сүре беріңдер. Денсаулық тілеймін барлықтарыңа.
махаббатты. Демекші мектебіміздің биші қыздарының орындауындағы биді қабылдаңыздар. Assalamualaikum. So'ng qo'ng'iroq qatnashchilari. Kun nuri altın arayı tökкен күні. Құлпырып жайқалмайма көктем гүлі. Шырқа ән, шалқы көңіл, шаттан әлем. Жас түлектер алтын ұя мектептен қоштасқан күні. Құрметті 11 сынып оқушылары, сендер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыңдар. Бүгін барлық түлектер үшін мектеппен қоштасуға арналған атаулы мереке. Елбасы жас ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, сендердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларың үшін барша жағдай жасап отыр. Еліміздің болашағы сендердің қолдарыңда. Сондықтан білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңа ізгі тілектерімді білдіремін. Тілектерімізді ұядан ұшырар сәтте мен 3 тілекті айтамын. Әуелі 3 тілді жете меңгеріп, рухани бай, білімді азамат бол деймін. Сосын мәпелеп өсірген ата-аналарыңа, білім берген ұстаздарыңды қадірлей біліп, солардың үмітін ақтауға шақырамыз. Үлкен өмірге қанат қағып барасың, қанатың талмасын, биіктерге шырқа, жоғары оқу орнына оқуға түсіп, студенттік дәуірді қызықты өткізіп, абыроймен бітірулеріңе тілектеспін. Таңдаған мамандықтарының мықты маманы бол. Мектеп өмірі енді артта қалды. Алдыңда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өте берулеріңе тілектеспін. Алдағы емтихандарыңды 4-5-ке тапсырып, мектепті жақсы аттестатпен бітіріп,
жоғары оқу орнына түсіп, биік белестерден көрініп, сендерге нұрлы жол, думанды шақ тілеймін. Кеуделеріңе күн орнасын, ата-аналарың қуанышы, шаңырақтарыңның шуағы болыңдар, жұлдыздарың жансын, құрметті түлектерім. Әр шәкірттің жүрегінде ерекше орын алатын, қолына алғаш қалам ұстатып, әріп танытқан аяулы жан болады. Бүгін бізге білімнің алғашқы баспалдағына жетелеген, мейірімі мен қамқорлығын аямаған түлектеріміздің алғашқы ұстазына сөз кезегін береміз. Қошаметпен қарсы алайық. Нишанова Айкен Мұраталиевна. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар және ұстаздар. 11 сынып оқушылары. Көңіл толқып елжірейді жүректер. Ақтарылар жүрек жарды тілектер. Тарылдай болып кеше келіп мектепке, таудай болып шықты міне түлектер. Алда жүрер оқу білім көшінде. Қалар күн бұл түлектер есінде. Ақ жол тілеп ұшырамыз ұядан, бүгін соңғы қоңыраудың кешінде. Салауатты өмір салтын сақтаған, сендерсіңдер сенімімді ақтаған. Бірге өткізген ең керемет сәттерді, мен сендердей сыныбыммен мақтанам. Әркез алға жетелесін жақсылық, орындалып асыл арман тәтті үміт. Қадам басқан үлкен өмір жолына, сыныбыма тілеймін мен сәттілік. Үлкен оқу орындарына түсе беріңдер, 11 сынып оқушылары. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілік те мейірім бәр осында, өмірге қанат қақты жас түлектер. Шәкірттік сәттің соңғы өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлектер. Ендігі сөзді сендерге береміз. Құрметті ұстаздар, бүгінгі күн қуанышты да қимасқа толы ерекше сәт. Бүгін біз мектеппен қоштасып, жаңа өмір жолына аттанып бара жатқан жас түлектерміз. Осы бір ерекше күнде жүрегіміз толқыған көңілімізбен сіздерге шын жүректен алғыс айтқымыз келеді. Сіздердің әрбір сабақтарыңыз тек қана біліммен емес, адамгершілік құндылықтарымен байып, шәкірттеріңізге жол көрсететін шамшыраққа айналды. Білім алуда кездескен қиындықтарды жеңе білуге үйреттіңіздер. Өмірдің әрбір қиын сәттерінде дұрыс шешім қабылдауға бағыттадыңыздар. Сіздер біз үшін тек қана ұстаз ғана емес, өмірлік кеңесші, ақылшы болдыңыздар. Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, сарқылмас шабыт, мықты қажыр қайрат тілейміз. Ұстаздық жолдарыңыз жемісті болып, шәкірттеріңіз биіктерден көріне берсін. Сіздерді ұрпақтар есінде мәңгіге қалдыратын ерен еңбектеріңіз үшін әрдайым алғыс айтамыз. Құрметті ұстаздар, біз сіздерге алғыс айтамыз. Еңбектеріңізді бағалаймыз. Берген білімдеріңізді өмір бойы ұмытпаймыз. Мектепте өткен қыс жазы шәкіртті талай ұштады. Білікті басшысы, ұстаздардың ұстазы. Ізгілік нұрын сепкенің, жақсы сөз әркез төккенің, Балзия Тұрдықұл қызына алғысым айтар көп менің. Балзия апайға алғыс! Ұстаз ғой әркез салмақты, қаншама жыл келген үзілмей, білімі дерсін жалғапты. Қабылдап алғын кезімнен тілімді жетік меңгерткен. Динара ұстазға алғыс арнадым мен көптен. Мектептің аты өрлесін, біліммен шәкірт шөлдесін. Өзіңізге деген әрдайым шәкірттік ықылас сөнбесін. Динара ұстазға күш жігерін салатын, әр өткізген іс шараның тағылымы мол болатын. Замира апайға
Berip жолды табар. Психолог апай ақылшым жылы сөзі көңілге жағар. Мұқадас апайға Сынып жетекшіміз құрметті, ақталар сенің арманың, күтеді бізді алдыдан жолдаған жақсы жолдарың. Жетекші ұстазым, мың алғыс ақ тілек сізге жолдадым. Күлайхан апайға шырағын жағып білімнің, шуағын көрген күніңмін. Ең алғашқы сыйлаған, иесіз күлім. Толы болатын көрсеткен әрбір сабағын. Дариха апай, Жанар апай, Балнұр апайларға Физика, математика, ғылымның болған патшасы, шешілмелесе формула, жұмақ болып қалды. құрысымен дұрысын, дене пәні үйретеді дұрысын. Нұрдын ағай жетелейді биікке, жеткізе берер ұрпақтың адал жеңісін. Нұрдын ағайға ер жігіттің жанына жауап ағысыз. Моле ағайға Әр сабағыңыз бір үлкен әлем, білім нұрын септіңіз өмірге. Гүлдар апайға мектептің тыныш бір алтын ұясы, кітапқа толы білімнің саясы, әр оқушыға жол сілтеп жүретін кітапханашы мектептің аяулы анасы. Жанар апайға Бүгінгі біліп қадырын, мен биологиядан алғаным, қажет мол ілім, түйредім жанға зор білім. Динар апайларға мың алғыс. Сіздерлерді үйрендім, санамызға асыл ойды сыйлаған Али апайға Жүрейім жаны бүгін шыраны. Орам қамын сезім шын тұраға дәл бөлі қоғаншты сезімнің Ақмал апай сіз болдыңыз жыраны. Ақмал апайға Ақмал апайға Нама қойып келгені, еліміздің өзен көлдерін қалтасын қаттап бергені. Апайдың еңгені, Егор апайға құжаттың бәрін реттеп қойып Ағылшын заман талабы, меңгерген дұрыс ғажабы. Нұрбек ағай заман адабы, шет тілін үйренсен деген шәкірттің жансын қадабы. Нұрбек ағайға Компьютер жаңа заманның шешкен барлық шешімін. Жарқынай апай мен Айдан апайға мектептің құрылысын күзеткен, тәртіппен қоғамсыздық күзеткен қарауыл ағайларға мың алғыс. Еңбектеріңіз әлем құрметті Башидин ағай, Әлібай ағай, Төрақұл ағай, Еркін ағайларға таң атпай мектепке келіп жүретін, тазалықпен бізді қуантатын, мектебіміз жарқырап тұрсын деп, аянбай еңбек етіп жүретін Рана апай, Айзат апай, Айтгүл апай, Гүлнұр апай, Феруза апайларға
Ата-анаға, Жорабаева Нұрниса апаға береміз. Құрметті бүгінгі мынау 9-шы мектеп ағай апайларының мереке күндері құтты болсын. Мына бүгінгі алтын ұясынан, алтын ұя мектебінен ұшып отырған бітіруші класстарымыз айналайын. Мына оқуларыңды мына жақсы оқып бітіріп кетіп асыңдар. Мына барған жерлеріңізде экзаменнен жақсы өтіп, аңсаған армандарыңызға жетіп, әрбір мамандыққа оқып, иесі болыңыздар. Мына жаңағы мектеп бітіріп кетіп, келіп ағай апайларға рахмет айтып, келіп отырған бітіруші класста мына ұлдарымыз бен қыздарымызға да рахмет. Бәріне рахмет айтып, алғыс айтып келіп отыр. Мына бітіруші класс айналайын. Жақсы орындардың иесі болыңдар. Бұл 9-шы мектеп ата-аналардың дуасы тиген, үлкендердің дуасы тиген мектеп. Ана барлығы білім алып, оқуларға түсіп, жаңағы осы жерде бітіріп кеткен қыздарымыз басқа елдерде тергеушілікті бітіріп, басқа елдерде жаңағы алтын медальдарды бітіріп кеткендеріміз барлығы білімдеріменен осы елге танымалы оқушылар болып отыр. Қайда оқыдың десе, Бақауылда 9-шы мектепте бітірген, білім алған балалары мен қыздарының аттары шығып жатыр. Бүтін елдегі жаңағы үлкен жаңағы оқу орындарын бітіріп, қызметтер қылып жатыр. Мына бітіруші балаларымыздың жолын берсін, 11-ші класс бітірушілер. Жақсы тәрбиелерді алып, міне осыларға ұқсап келіп, рахметтерімді айтып, кетіп, тойларды қылып, баталарды алып жүретін оқушылар болыңыздар. Рахмет, сөз бергендеріңізге апайлар.
maqtab aladım. Utanıp durup gündey gülemen, dost ve düşmanla berdey dilerim. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum varım bilmedim idim. Utanıp durup gündey gülemen, dost ve düşmanla berdey dilerim. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum varım bilmedim idim. Dostumlardan ağlamalarım, düşmanla değil getir bulut ki, dostların sözü getir sürekli. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum benim ötele bekle. Utanıp durup gündey gülemen, dost ve düşmanla berdey dilerim. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum varım bilmedim idim. Utanıp durup gündey gülemen, dost ve düşmanla berdey dilerim. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum varım bilmedim idim. Utanıp durup gündey gülemen, dost ve düşmanla berdey dilerim. Uşağım benim olmasa iken, gün dostum varım bilmedim idim. Бүгінгі мерекеміздің ерекше қонақтары, мектеп қабырғасынан түлеп ұшқандарына 20 жыл толған түлектеріміз. Уақыт зулап өтсе де, туған мектепке деген сынып пен ыстық ықылас ешқашан өзгермейді. Ендеше сөз кезегіміз 20 жылдық түлектерімді ортаға шақырып, жүректерді лебіздері мен ақ тілектерін тыңдайық. Сөз кезегі сіздерге береміз. 88'дер, 90'дар, кеңіздер. Екеу. Ассалаумағалейкум, қонақтар, ардақты құрметті ұстаздар, ата-аналар, бітірушілер, оқушылар, барлықтарыңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Денделеріңіз сау болсын, жастарыңыз ұзақ болсын. Інілерім, қарындастарым, бітірушілер, Алла қаласа, жоғары үлкен өмірге қадам басып жатырсыңдар. Алла қаласа, жоғары оқу орындарына түсіп, грантқа түсіп, өмірде өз жолдарын тауып, елге қызмет ететін азамат болыңдар. Мынау достарым, 90 жылы інілерім, қарындастарым, барлықтарым құттықтаймын. Мынау 20 жылдық мерейтоймен, Алла қаласа, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық тойларда бас қосып отыра беруімізді Алла Тағала нәсіп етсін. Құрметті ұстаздар, сіздерге мың алғыс, бізге білім беріп, өздеріңіздің білімдеріңізді бердіңіздер. Рахмет сіздерге, бас иеміз сіздерге, дендеріңіз сау болсын. Оқушылар, ұстаздар, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Мына 11 класс сендерге де ақ жол,
Өз келе жатқан экзамендеріңе, грантқа түсулеріңе тілектеспін. Осы күнге жеткізгендеріңізге ұстаздарға мың алғыс айтамын. Осы күнде осы жерде тұрғанымызға сіздер себепшісіздер. Барлықтарыңыз денлеріңіз сау болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Класстастарымыз, ағай, әпке, ағаларымыз, сіздер бүгін 20 жылдық мерейтоймен бәрін құттықтаймыз. Соңғы қоңыраумен ағай, апайлар, сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір. Не дейді, бізді кішкентай кезімізден тәрбиелеп, өз дәрежеге жеткіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Бәрінде құттықтаймын соңғы қоңыраумен. Ассалаумағалейкум, құрметті мұғалімдер, оқушылар және де бітірушілер. Бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау күнімен баршаңыздарды құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Осы мектепте істеп жатқан ағай апайлар біздер үшін берген білімдеріңіз өте қадірлі. Біз сіздермен мақтанамыз. Осы мектепте бізге тәлім беріп, алғаш рет қолымызға қалам ұстатып, әріп танытып, бізге білім берген Сапарбек ағайға мың алғыс. Бәріқа апайға мың алғыс. Гүлзинат апайға мың алғыс. Аламат апайға мың алғыс. Күлпәршін апайға мың алғыс. Нұридин ағайға мың алғыс. Ағылшын тілі оқытушысы Нұршангүл апайға мың алғыс. Ассалаумағалейкум, көпшілік. Саламатсыздар ма, ұстаздар? Ұстаз атаңнан ұлық дейді ғой. Арнайы сыйлық. Бұйырсын, құтты болсын. Жақсы күндер бізге істеріңіздер. Жыл қыздар шығыңыздар ортаға. Uluslararası
ұстаз деген барлығынан жақсаған, ұстаздарым сіздерге жақсаған, ұстаздарым сіздермен мақтаған, білім нәрін ойымызға дарытқан, ұстаз деген барлығынан жақсаған. Аружан Сандуғаш шығыңдар. Бітіруші түлектер Алибаева Аружан мен Баймұратова Сандуғаш. Мына 11-ші сынып атынан бір ата-анамыз сөйлеп жіберсін. Қадірлі оқушылар, бүгін үлкен өмірге аттанғалы тұрған жас түлектер және мектепке бір айналып бас оқып келген 10 жылдық, 20 жылдық түлектер, оқушылардың артында тұрған ата-аналар. Бүгін ерекше тарихи сәтте отырмыз. Мынау 11-ші сынып ата-аналары атынан мектеп ұжымына, мектеп директоры Балзия апай бастаған ұстаздарға, ата-аналар атынан үлкен алғыс айтпақшы едік. Шығармашылық табыс сіздерге. Ешқашан жаманшылық көрмеңіздер, дендеріңіз сау болсын. Мектептің абыройын асқақтата беріңіздер. Асқақтататын шәкірттер тәрбиелей беріңіздер. Сіздерге қажымас қайрат, мол шығармашылық табыс. Заманауи білім беруден тек қана білім беріп емес, қосымша адамилық, құндылық бойына сіңіруден шаршамаңыздар. Ата-аналар атынан Балзия апай кішігірім сыйлығымыз бар еді, қабыл алыңыздар.
сынып озат оқушылары Нұрланова Аяна мен Серикханова Дианаға тапсырады. Қазіргі 10 сынып оқушылары, сендерге оқуларында көп жетістіктерге жетулеріңді тілектеспін. Алдағы оқу орындарында озат оқып, одан да биік-биіктерге көтеріле беріңдер. Әрқашанда жолдарың ашық, ешқашанда сендерге ештеңе бөгет болмастан, әрқашан бақытты болып, осылай ойнап күліп жүріңдер. Әрқашанда осы мектепті бағалаңдар. Осы жерде ойнап күліп, балалық шақтарың тек осы жерде болсын. Әрқашанда озат оқуға әрекет қылыңдар. Бізден кейінгі үлгі ол сендер. Әрқашанда үлгілі болып, барлығына озат болуды үйретіңдер. Біз сендерге сенеміз, ар жаққа қарай барлығын өздерің еттейсіңдер. Гүл шоғын алып, мектеп табалдырығынан аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үшін естілдіңдер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектептен қоштастар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белсіне асыратын қоңырау. Гүлдерге толы қоңырау, өмірде жоқ қой тоңырау. Қимастық сезім оятып, соғылсын соңғы қоңырау. Балалық пен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу үні. Өмірде ілбіп, тек көшпей, жүретін сергек жол мынау. Құлақтан үнің кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырла соңғы қоңырау. Қоштасады Алтынұя мектебін, маңдайынан сипап өтер көкте күн. Сатты сапар деп қол бұлғамай бәріміз. 6-шы оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. 11 сынып оқушылары танып бір айланып шығыңдар, 11 сынып. Thank you.
Bireviň bölümleri çıladım, bireviň güldüm. Osu ömürde bir öşet ötü, jaksy ömürümüz. Meyle, budan keyingi ömürlerimde jaksy bolsun. Bala şakalar özlerine uksap jaksy, azamat da öşe bersin. Ayet, kızlar öşe bersin. Ben tileklerin bärine tersi olup, dedlerim sağ olsun. Azamat da bir sırrın jamarlık görmenler. Kosun da buna kosakara verirler. Good morning, children. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. I am glad to see you. One. Little one. Little. Two. Can see you. Three. Birds on the tree. Four. Toys on the floor. Şanglama ben sabah okumagan edim. Okumaganlarda көбінесе бүйтіп айтып қояды, good morning апай деп қояды. Соны жақсы оқығаннан кейін қазір Америкадан жүрген бала. Әлі де кеш емес, әлі де үйреніп оқу дегенімізде уақытында балалық болмас егерде оқымадыңдар, айтады көзі көздеріңізді көрсеңде оқытуларыңыз керек еді дейді. Мейлі, бәрібір бір кәсіп иесі болып жүрген шығарсыңдар, барлықтар, бала шағаны бағып атқан шығарсыңдар, дипломы барлар да, біреулердің дипломы бар, дипломы сақтықта жатыр. Ал басқа жұмыспен араласып, бизнес сияқты заман өзгеріп кетті ғой жұмыста. Барлығы өз жанұясын бағып атқандар. Сендерге үлкен денсаулық тілеймін. Жатып отбасыларыңда тыныштық, яғни балалардың рақатын көріңдер, балаларды оқымағандар көбісі осы жерде бақылауда өзі оқымаған еді деп балдарын оқытып жатыр. Өзіміз оқымадық, балдарды оқытамыз дейді. Құда 20 жылдық емес, Құда қалса, 50 жылдықта да бас қосып, төрт көздерін түгел болып жүре береді. Ассаламу алейкум, құрметті. Өзбекше деп сөйлең. Бүгінгі 20 жылдығымызға Алла бұйыртса 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта бастарыңыз қосыла берсін. Бірліктеріңіз ешқашан кетпесін. Сіз біздесіп жүре беріңіздер. Ең керекті достар бұл мектеп кезіндегі достар есептелінеді. Негізі көптеріңіз өзі не арқылы сөйлесіп жүрген шығарсыздар. Көп нәрсені үміттенген, үмітімді ақтады деген үміттемін. Көре жатармыз әлі. Ұшырассақ 30 жылдықта, 40 жылдықта тағы да кездестірсе, Алла кездесерміз. Дендеріңіз сау болсын, құрметтеп шақырғандарыңызға құрмет болып, келгендеріңізге рахмет. Ешқашан бірліктеріңіз жойылмасын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар.